Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы театр фестивальдары. Сабақтың мақсаты мәтіндегі негізгі ойға қатысты өз көзқарасыңды айту, дәлелдеп жазу. 9-шы тапсырма, жазылым тапсырмасы. Қажетті сөзді жаз. Берілген қажетті сөздер: театр күнінде, көкейтесті, қазылар алқасы, жеңімпаздарға, кәсіби шешімімен, өнертанушылар, сыйлығы, өткізіледі. Берілген 8 сөйлемге көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып жазып шығамыз. Дескриптор кестесі: сөйлемдерді жазады 1 балл, қажетті сөздерді қояды 2 балл, жазу сауаттылығын сақтайды 1 балл. Мәтінді қайтадан оқы. Театр фестивальдары ең көне фестивальдардың бірі. Театр фестивалін ұйымдастырушылар халыққа театр өнерін түсіндіруді көздейді. Сонымен қатар театр өнерінің қасиеті мен құдіретін ұғындырады. Театр фестивальдары жас драматургтер мен әртістерді ынталандырады. Сол үшін жыл сайын түрлі фестивальдар өткізеді. Фестиваль өнерді насихаттайды. Сыншылар мен өнертанушылар көкейтесті проблеманы көтерген қойылымды таңдайды. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында Қазақстан театр қайраткерлері одағы жұмыс істейді. Одақтың төрағасы Қазақстанның халық әртісі Тұңғышбай Жаманқұлов. Одақ 2013 жылдан бастап Еңлік Күл театр фестивалін өткізеді. Фестиваль әр жылы 27 наурыз халықаралық театр күнінде өткізіледі. Фестивальда жеңімпаздарға Еңлік Күл сыйлығы беріледі. Сыйлықтың Еңлік Күл деп аталуының себебін Тұңғышбай Жаманқұлов: Еңлік Күл ерте көктемде шығатын гүл. Содан кейін біздің қазақ драматургиясының алғашқы героинасының аты Еңлік. Оның үстіне бұл сыйлық көктемде 27 наурыз халықаралық театр күнінде беріледі. Сондықтан Еңлік Күл деп атадық деп түсіндіреді. Фестивальдің арнайы қазылар алқасы бар. Қазылар алқасы өнертанушылар, театр сыншылары, мәдениет қайраткерлері, театр директорлары, Қазақстан театр қайраткерлері одағының мүшелерінен тұрады. Қазылар алқасының шешімімен 7 номинация бойынша жеңімпаздар анықталады. Фестивальда еліміздің әйгілі әртістері мен өнер қайраткерлері көрермендермен кездеседі. Көрермендерге театрдың үздік көкейтесті қойылымдары көрсетіліп, жеңімпаздары анықталады. 10-шы тапсырма. Мәтінде берілген ойға қатысты өз көзқарасыңды айт, ойыңды дәлелде. Мәтіндегі ой: ұйымдастырушылар жыл сайын түрлі фестивальдар өткізеді. Мәтіндегі ойды дәлелдеу себебін жазамыз. Мәтіндегі ой: сыйлық Еңлік Күл деп аталады. Себебі не себепті Еңлік Күлде гүл деп аталатын себебін жазып шығамыз мәтін бойынша. Дескриптор кестесі: мәтінді қайтадан оқиды 1 балл, мәтінде берілген ойға қатысты өз көзқарасын айтады 2 балл, ойын дәлелдейді 2 балл, сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтайды 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.